Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Біліп жүремге жазылып, осы видеоға лайк бассаңыздар күшті ғой достар. Яндекс сияқты InDrive'да комфорт заказ беруге болады. Иә, комфорт деген ол жақсы машиналарда рейтингісі жоғары шөпірлермен сонымен баруға болады. Иә, мына куда деген мен баратын адрестер бір жақсысы. Так, кудаға біз қазір бір көшені жазамын, мысалы Сәтбаева, мысалы 6Б. Примерно ұсыныс жасайды, осындай баға деп. В пути 25 минут дейді. Бағасын ұсынамын. Наличка болады, Каспий болады, Халық банк болады. Мысалы готово басам. Жоқ, қазір өздері көтерсін дегенім ғой. Так, комментарий жазуға болады. Тағы да детский кресло болғанын, тағы да 4 пассажирден артық болса, 4 адам, кондиционер болған қаласаңыз, машина тыныштық ғой, мынау күшті машина тыныштық болған қаласаңыз, осы маған ұнайды. А то өлеңдерін қосып қояды да кетеді өлеңдер. Ана жеркеніп қойдырсың, өлең өшіріш деп айтып қоя аласың, өте дұрыс. Применить басамыз. Так, бір опция қабылдадым, комментарий жазып кетуге болады. Заказать басам. Водительдер енді запрос кетіп жатыр. Так, міне осы адрестен мына адреске апарады. Міне поездка в тишине дедім. Toyota Corolla келеді, Арман келеді. Міне рейтингісі комфорт дейді. Принять басам. 4 минуттың ішінде келеді. Номері жоғары көтерсем, бағасын біле аламын. Оған жаза алам, звондай алам. Так, отменить дейін, керек емес қома. Так, рейтинг түсіп кетуі мүмкін, осындай часто отмена жасасам. Так, себебін таңдаймын. Болды. Былай адекватны баға ұсынсаң тез келеді екен жалпы. Былай кейде InDrive'да енді, значит, 1-2 жыл бұрын ұзақ күтіп қалатын, значит, InDrive'да көбейген ғой, машалла. Значит, все болды. InDrive'да енді көп адам пайдаланбайды, мынау дейтін едім енді. Ондай болмайды. Болды. Поездкада сонда. Поездкада мысалы опция тек қана 4 пассажир деген сияқты. Біліп жүремге жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын. Өтініш. Видеоның астында сіз InDrive туралы видеолар таба аласыздар. Қалай, қайда деген сияқты. Мына жерде көруге болады, жақын жерде неше не жүрген. Комфорт машина жүрген.